Assalamu alaikum aziz dostlar, hem kino ixlasbendlari, Qaraqalpaq film kino studiyasi hamda ATV телеканалы менен birgelikte әмелге асырылып атырган кино подкаст жойбары және сіздің телеэкраныңызда һәм бүгінгі сіз һәм біз асыға күткен Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист көп жүрсін Алла Назаров. Хош келіпсіз. Ассаламу алейкум. Әуелі Мұрат үшін рахмет, көп миннетаршылық білдіремін. Рахмет, өзіңізді ұзақ күттік, себебі осы кино подкаст жойбарымызда әйне ықласбендлер тарапынан де ең көп сұралған меймандарымыздың бірісіз. Рахмет. Білесіз бе, Қарақалпақ фильм кино студиясы сол Әженияз көркем публицистикалық фильмінен кейін көплеген замаласларымызда бір үлкен қызығушылық оята алды десек асыр айтқан болмаймыз. Һәм біз соны айтып өткіміз келеді. Әженияз фильмнің сол тикарға бас қаһарманы рөлінде ойнағаныңыздың өзі бір замаласларымыз арасында және бір мәрте үлкен бір ітібарға һәм мехір мұхаббатқа бөленгеніңізге біз сенеміз. Келін фильмге тоқтамастан алдын бүгінгі дөретушілігіңізде не жаңалық сол хақында тоқтап өтсек? Енді дөретушілікте алдымызда және де бұндан алдын кино съемкіде болып келген бір киноларым бар, проектлерім. Құдай қаласа сол проектті күтпектеміз. Алдымызда бір жақсы жаңалық болады Өзбекстан, Қарақалпақстан халқына. Және де сол өзіміздің Бердағ атындағы академиялық музыкалық театрында сол бір қатар спектакльлерге даярлық етіп жатыр. Сондай әзірше. Рахмет. Әлбетте, бүгінгі күнде Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театрында, ал жазбасам 2007 жылдан баслап жұмыс алып келатырсыз. Әлбетте. Һәм біз білеміз, бүгінгі күнде тек қана кино тарауында емес, бәлкім спектакльде өзінің бір әжайып рөллері менен де халқымыздың жүрек төрінен орын алған әжайып актер. Осы орында сол кино подкаст жойбарымыз арқалы Әженияз көркем публицистикалық фильмнің шын ықласбендлері үшін, сол сізді күткен замаласларымыз үшін фильм хақында ең дәслепкілерден болып тоқтап өткіміз келіп атыр. Себебі сол фильмде бас рөлде ойнадыңыз. Яғни хабарыңыз бар, фильмде 3 Әженияз болса, сол үлкен Әженияз, яғни ересек уақытындағы рөлді атқардыңыз. Фильмнің ортасында қосылуыңызға қарамай бар фокус замаласларымыздың этибары сол сізге қаратылып десек те болады. Себебі фильмнің кульминацион дәуірін бір әжайып кәміне келтіріп атқарып бердіңіз. Әженияз рөлін сізге сеніп тапсырған уақытта сізде бір қорқыныш сезімдері я болмаса бір епрей алмаймын деген сезімдер болмады ма? Әлбетте бұндай сезімдер болады. Себебі Әженияз бабамыз бұл апуайы бір халықтың арасында жүрген адам емес. Дұрыс. Бұл Қарақалпақ халқының ұлы тұлғасы. Қарақалпақ халқының поэзиясының байтерегі, лирик, сол классик шайырымыз. Бұл Қарақалпақ халқының эталоны деп айтсақ болады ғой. Сондай Бердағ Әженияз бабаларымыз. Әлбетте ондай адамның рөлін атқару бұл тамаша көйге халқымызға бұны жеткеріп беру әлбетте бұл қиын. Әр қандай бір сұраулар келіп шығады, қандай қылып қай тараптарын мысалға Әженияз бабамызды енді бір анық бір портретін сызып беретұғын естат жоқ бізде. Әр бір алымымыз, мысалы, әр түрлі Әженияз хақында пікірін айтады. Әр түрлі. Бір арнаулы, бір арнаулы суреті сақланбаған. Суреті де бір өмір баянында да анықлық жоқ та Әженияз бабамыздың. Мысалы, бір алым мынандай десе, бір алым басқаша қылып айтады. Соның үшінде бұл жүда қиын болды деп айтсақ болады. Бірақ енді әр бір мысалға Қарамадин Сұлтановтың Әженияз шығармасынан, одан кейін Бозотау поэмасынан мысалы оқып, ізленіп, мысалы өзлерімізде де Әженияз опералары қойылды театрымызда. Солардан Бердағ спектакльлер қойылды. Онда да Әженияз рөлдері бар.
ол жерде Ажинияз рөлін атқарғанмын алдым. Сол бір өзіміздегі сондай сол спектакльдерден алған нелерімізге таянып, малуматларымызға, одан кейін кітапларға сүйеніп, бір азлыген бір ойнап шығуға харекет еттік. Енді бұл қай дәрежеде бір халықтың кеуден шықты, шықпады, ояқларын білмедім. Енді бірақ халқымыз жақсы баға берді, күтіп алды. Рахмет. Расын айтқанда, біздің де халқымыздың да сіздің актерлық шеберлігіңізге сенеміз һәм көпшілік хәуес етеді десек алжаспаймыз. Демек, сол Ажинияз рөлін ойнауыңызға үлкен бір күш берген, сол спектакльде атқарған Ажинияз рөлдері де сізге азғана болса да дюал болды. Біздер енді актерлар үшін бұл театр тәжірибе мектебі да. Дұрыс. Актерді бір раважландырады. Одан кейін мысалға со зергер алмастасты істеу береді ғой. Бұл жан-жақларын егейді. Бір жақсы көрініске келу үшін. Театрда сондай актердің несі? Актерға сондай істеу береді. Ар жақлама. Соң үшінде театрдан көп актерларымыз раважланады. Одан кейін сол кинода, мысалы, мұнда алдын театрда Ажинияз рөлін атқарған болсақ, мысалы, мұнда кинода сол бізге актерлық жұмысымызға, өзімізге үлкен жәрдем болды, көмегін тигізді. Тәжірибе болды. Тәжірибе болды. Негізінде театр сахнасында рөл атқару аңсатпа, яки кинода екеуінің бір айырмашылығы хақында қысқаша тоқтап өтсеңіз? Енді екеуінің өз алдына мектеп. Өз алдына мектеп. Енді көбінесе театр актерлар кинода ойнайды. Дұрыс. Бірден киноға араласып кету бір қиын. Бірақ өзіне жараса актер екеуінің бір жолын бір өзіне біліп алу керек, анықлап алу керек. Театрда басқашалау ойналады. Театрда да, кинода да табиғилікті жақсы көреді. Бірақ театрда, сахнада мысалға 600 адам, 700 адамға рөл ойнағаннан кейін без микрофон, еш нәрсесіз жанлы хауазда ойнағаннан кейін ол жерде табиғилік болады. Бірақ азмас дауысты көтеріңкіреп сөйлеуге, мысалы мимикаларды азмас бөрттіріңкіреп, сахна ар жақтан 600 ең соңғы қатардағы адам сен көру керек қой, есту керек. Соң үшін соған жеткіземен деп қаттылау сөйлеуге, дана-дана сөйлеуге, одан кейін оценкілерді азмас нетуге, асықпай бөрттіріңкіреп беруге. Сондайды талап етеді да театр. Ал кино керісінше табиғилікті. Қадымғы өмірде сөйлеп жүргенде, үйде сөйлеп жүргенде, сондайды жақсы көреді табиғилікті. Бөрттіргенде кино білініп қалады. Қасбеттер қабылламайды. Сондай бір тарифлерін актер өзіне бір анықлап алса, жүдә жақсы болады. Рахмет. Орлы бір мәслихатлер болды, хақиқатында да дұрыс. Біз сол спектакльлерге барып тамашалаған уақытта да сол өзіңіздің рөлдеріңізді көріп бір өзгеше толқынланып отырамыз. Сіз осы дүрітушілік тарауына қалай кіріп келдіңіз деген сұрауды берсек негізі орынсыз болады. Себебі өзіңіз сол ата-анаңыз да аға, іні, қарындастарыңыз да осы көркемөнер һәм де мәдениет тарауында. Әлбетте. Демек, достар, сорында және бір сұрау бізде бар. Сол дүрітушілікте жүріп, осы тарауда жүріп естіп жатырмыз. Сіз бүгінгі күнде бір үлкен масштабтағы фильмге, бас рөлдердің біріне суретке түскен екенсіз. Келін сол хақында тоқтап өтсек, ол фильм бірақ қазіргі уақытта елі YouTube каналларына, я болмаса кинотеатрларға қойылмады. Енді бағана алдымызда, сәубетіміздің алдында айтып өткенімдей, үлкен күтілмекте әзір дүния көлеміндегі кино деп айтсақ алжаспаймын. Өзбек кинематография тарапынан Швейцария һәм Түркия әмесі біргелікте Ұлы Амир һәм Донна Мария деген тарихи фильм. Бұл енді әсіресе сол Амир Тимур бабамыздың
со Баязид со султаны менен, түрк султаны менен, патшасы менен урусуу дәуіріндегі со эки халктын со мәдени бір саяси бір несін сәулелендіреді, уақиясын. Сол кинода енді Аллаға шексіз шүкір, со мені со режиссерлар Ялқын Тойчиев деген Өзбекстанда бір атақлы үлкен бір режиссер бар. Сол режиссеріміз сол бір сол теңіз фильмінде ма бір фильмлерді мені көріп, сөйтіп бір ойлап қойған екен да, режиссеріміз киноға шақырамын. Сөйтіп бір сол тағдырдың сол бұйыруы менен осы фильмге маған ұсыныс түсті. Күтілмегенде болды, үйде сол кезде театрдан бос уақыт, демалыс уақыт еді, отпуск еді. Сол кезде маған звонок етіп, сол режиссердің жәрдемшілері. Соны сізге сондай Амир Тимурдың қазысының рөліне сол көре жақпыз рөлді. Соған сізге бір текст тастасақ, соны видео пробы қылып, бізге жібере аласыз ба деді. Сөйтіп, мен әлбетте қуанып кеттім де, сөйтіп, сол інілеріміз бар, сол камера түседі тұғын. Сол ілтимас етіп, сол видео пробысын жібердім. Сөйтіп қайттан бір-екі күннен кейін, енді онша сенгенім жоқ мен. Өтпейтін жарыма тапсыра берейін, ақша тәуекелді. Сөйтіп тапсырсам, сөйтіп қайттан звонок кетті. Қайттан жақсылап бір текстін анықлап тұрып бір түсіріп жіберің деді. Сөйтіп яқшы дедім, уже сен пайда болды. Онда тағы сұрадым, онда анық енді бір зат болатын шығар деп. Сөйтіп қайттан тапсырдым, видео пробы жібердім. Сөйтіп жібердім, кейін баста енді бір-екі күн етіп жүрдім. Бір-екі күнге дейін хабар болған жоқ. Сөйтіп кейінен өтпеген шығарман деп қойдым. Сол нетпеген шығар. Сөйтіп бір 3-4 күннен кейін бе звонок кетті, жәрдемші. Сіз сондай рөлге тасдиқландыңыз, ал таярлана бердім деп. Содан таярландық. Сөйтіп қызық жері, бұл енді мен азлы екен болса, съемкада жүрдім, 3-4 кинода ойнаған болсам, бұндай дәрежеде қиналған жоқ едім съемкадан да. Себебі бұл рөлімде, енді бұл қазы, Амир Тимурдың қазысының рөлі, бұл сол сырт ерлерменен дипломатик байланыста болатын инсанда. Сонан кейін бұл әр тілді білетін инсан. Қазы, Мұхаммед Кеши деген рөл. Бұл әр елге сол нетіп барған кезде сол елдің адамдармен сөйлесіп, дипломатик байланыс қылатын инсанда. Онан кейін мен сол 98% рөлімдегі сөздерім испан маликасы. Сонымен сөйлеседі. 98% испанский сөйлеуім керек. Үйрендіңіз испан тілін? Содан испан тілін үйреніп, олар сол испанша бір мұғалім жаллап қойды маған, онлайн өтетін сол үйреніп испан тілін, текстілерін қайта-қайта қайтарып, оны ядылап, сол съемка Түркия қаласында болды. Ол жақта бір ай таярлық болды. Қылышласу, испан тілінен таярлықлар, Бразилияның актрисасы бар, Маниса Мэй деген. Сонымен испан тілінде көпірек сәубетлер рөл үстінде түсіндіріп, маған испан тілін түсіндіріп, сонымен бір ай таярлық болды, сөйтіп кейінгі бір ай съемка болды. Сояқта 2 ай сол Түркия қаласында түсіп қайттық, жүда зор болды, өзіне жараса қиыншылығы да болды. Мен үшін бұл бір үлкен масштабтағы бірінші кино, үлкен бір тәжірибе болды. Мен үшін үлкен бақыт тағы да.
Таярлықтың өзі бір ай болды. Бір ай таярлық болды. Атта шабу, қылышласпақ, бойлар кинодағы. Әңгімесін сол өздеріміз кинода Құда қаласа шықса тамаша көйлеріміз көреді. Білесіз бе, айтып беріп жатырғаныңыздың өзінде мен әзір көруге асығып жатырмын. Демек тез күнде сол кинотеатрларда һәм сол YouTube каналында көруге біз емес, бізді тамашалап отырған замандастарымыз да асығады. Негізі бір нәрсе мені қатты ойландырады, яғни сол халқымыз арасында, кино ықыласпенділері арасында Қарақалпақстанда кино рауажланбай атырды, бір рауажланбай атырғандай деген бір налыну сезімдері болады. Бірақ кейінгі уақытларында көркем өнер тарауындағы актер һәм актрисалардың Қарақалпақстандағы фильмдерге ғана емес, бәлкім дүния көлеміндегі үлкен масштабтағы фильмдерге шақырылып, сол үлкен рөлдерді істеніп тапсырып атырғанлығының өзінде де осы Қарақалпақ киносының бір қадем болса да рауажланып атырғанынан дерек береді. Міне сіз үлкен бір масштабтағы Түркия қаласында болып өткен фильмде бір ай давамында съемкада болған болсаңыз, кеше жақында ғана Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Роза Пиязова да сандай фильмінде бас рөлді атқарып, бір үлкен жетістіктерге ерісті. Бұл да тек қана сіз һәм біздің емес, халқымыздың Қарақалпақстан Республикасының бір үлкен жетістіктерінен дерек десек қателеспеген боламыз. Білесіз бе, Әженияз фильмнің премьерасынан басылап халқымызда бір үлкен фильмге деген мұхаббат пайда болды. Сол бабаларымызға бір үлкен құрмет, тек қана ол Қарақалпақстан Республикасына емес, бәлкім дүния көлемінде Әженияз бабамыздың 200 жылдығы белгіленді. Әртүрлі спектакльлер сахна жүзін көрді, яғни ол үлкен дүния сахналарында. Бұл да бір бабаларымызға деген үлкен құрмет һәм ітібар. Һәм сол орында Қарақалпақ фильм киностудиясы тарапынан суретке алынған Әженияз көркем публицистикалық фильмі де замандастарымызды қатты қуандыра алды. Фильмнің һәм менің есінде бірдей қалған жері, яғни ең кульминацион ноқаты мектептің өртенуі болды. Һәм сол уақыттағы сіздің бір артықша іс-әрекетлерсіз дегенмен сол өзіңіздің эмоцияңызбен, өзіңіздің бір жүріс-тұрысыңызбен, хәттегі сол кадр артында біз суретке алу барысында сол уақытта тұрғанның өзінде тек қана менің емес, бәлкім сол жерде кадр арты қызметкерлері тамашалауға барған замандастарымыздың көзіне жас келіп бір өзгеше толқынландық. Ал оны болса телеэкран арқылы тамашалаған замандастарымызда да сол сезімді көрдік, яғни көзіне жас келіп, сондай актерлық шеберлігіңізді халқымызға жеткере алдыңыз. Негізінде актерлар, дөретуші инсанлар табиаттан және өзінің бір қалеген, жақсы көрген істерінен күш алады. Сіз сондай бір илахи күшті қайдан аласыз? Илахи күшті. Фильмге, я болмаса спектакльге түсу алдынан. Илахи күшті Алладан сұраймын. Алла өзің яр болғайсаң деймін. Бір тәуекел етіп, сол уақияда егер өзім болғанымда қандай болар еді деп харекет етемін. Енді дұрыс, әлбетте актер ойнап атқан рөлін, сол шығармасында азмас бір жүрегіне, кеуіліне азмас бір нелері дыз етеді дейді ғой. Жүрегіне бір жетіп бармаса, ол күш ала алмайды. Ол ойнау қоян бір желание дейді, ондай болмайды да. Қалеу болмайды. Соның үшінде бұл кинода да сондай көлемі, мен ойлаймын, сол халықтың көп ітібарында қалғанының себебі де фильмдегі ең кульминацион жерінен нұқатларын маған тапсырылған. Соның үшінде көпілеу сол адамның жүрек несіне жетіп барған кеуіліне. Бұл жерде актер үшін жақсы да бір ойнайтуын өзінен бір еш алатуын бір харекетлер көп та бұл сахнада. Дұрыс.
Har bir актер, мен ойлаймын, har bir актер арман болғанда да, одан кейін кішкентай ажняз болғанда да, ондай жерде жақсы харекет етіп ойнап бере алады да. Себебі ол жерде іс-харекет бар да. Адамды қалеме өзінің ішіне татып кететін бір уақия бар кинода. Соның үшін сол деп ойлаймын. Және бір нәрсені айтып өткіміз келеді, яғни мектеп жанған көріністер. Оның әммесі растан болды, яғни сол мектепті жандырып атырған уақытта ол өтірік, яғни сол съемка үшін жандырылған мектеп. Өзімізде де бір қорқу сезімдері болды, сондай бір үлкен өртті көріп, бұл жақта өрт машиналары тұрды. Ал сол өрттің ішіне кіру үшін инсанға үлкен күш керек. Расын айтыңыз сол жерде, яғни сіз мектепке кіру уақытында азғанда болса да қорқыныш болды ма, сол үлкен өрт астына кірдіңіз, түсіп кетсе не болады деген бір азғанда болса да қорқыныш сезім болды ма? Расын айтсам, мен ұлылма қорқыныш сезім болған жоқ. Мен себебі алдын өзім ойлап едім, сондай қылып астен жанады деп. Бірден лаулап жанып кетеді деп өйтіп ойлағам жоқ. Астен өзім несімен жанады деп ойладым, тап сондай болды. Сол жану барысы да. Хақиқатында сұлу жанды. Сұлу жанды. Мен алдынан сөйтіп ойлап едім, ондай бірден жанып кетеді, ол анау түсіп кетеді деген ешқандай ой менде ондай ой болған жоқ. Себебі егер түсіп кетсе де, бірден жанып кетсе де, мен соның ішіне кіргім келді. Өзім мысалы бір сақалым жанып кетсін, бір жерім күйіп қалсын, сонда да мен кіретұғын едім сол ішіне де. Себебі мен рөлімнің табиғи бір жанлы шығуын қаладым да. Егер оның ішіне кіріп, өзінің ішінде сол оттың ысысын, күйуін сезсем, бұл табиғи шығады да рөлім. Егер сырттан сезбей тұрып ойнасам, бәрі оны нете алмайсың. Өзі табиғилік кеп шықпайды оны. Сақалларыңыз күйді. Азмас күйген жерлер де бар. Рахмет. Бір өздеріміз хақиқатында да кадр артында тұрып тілегіңізді тілеп тұрдық, түсіп кетпегей, жақсы бір ең бір қуанған жеріміз бір кадрдың өзінде сол суретке алынды, яғни бір жақсы шеберлікпенен ойнағаныңыздың өзі, ол да бір актер үшін үлкен жетістіктік. Демек, Ажинияз фильмін бір еске алып, өзімізде қуанып қалдық. Сол уақыттағы суретке алу жұмысларының өзі бір үлкен қызық болды, қызықларға бай болды. Келің осы орында бір енді, яғни актерлық әлеміне, актерлық тарауына енді бір дәслепкі қадемлерін басып атырған бүгінгі күнде хабарыңыз бар. Нөкіс қаласында Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер һәм мәдениет институты Нөкіс филиалы 2008 жылдан бастап өз жұмысын бастады, һәм сол уақыттан бастап көзімізді қуандырып бірқатар, яғни шәкіртлеріңіз, актер жастар өсіп өніп келмекте. Оларға не айтқан болар едіңіз? Яғни бір ұстаз ретінде. Енді көркемөнер актерлық кәсібі бұл үлкен тәжірибені, мәдениетті бір талап ететін кәсіп, ізленушілікті. Еш уақытта мәдениеттен қашпасын. Өзімізден келтірген жас актерларға маслихатым, һәм уақытта мәдениетте болу керек, мәдениет ету керек, ізлену керек. Актер адам жүрегінде дәрт болу керек. Қандай да бір дәртті жүректен өткізген болу керек. Сонда ол жақсы актер, жақсы жазушы, жақсы бір творческий адам болып шығады деп ойлаймын. Сол көркемөнер адамның жүрегінде дәрт болу керек. Ондан кейін айтады ғой, 1% талант, 99% мәдениет дейді. Сол хақиқатында да дұрыс гәплер. Талапшанлық мәдениет бұл талантыңдан кеңейттіреді,
өсіреді. Соның ішінде тек минет істеу керек. Одан кейін актер адам көп өзінің өмірінде көп затты басынан кешіру керек. Қиыншылық көру керек. Қиыншылық болсын, қуаныш болсын, әр қандай жағдайды, көплеген жағдайларына өмірдегі ікір-шікірлер, қуаныш, әмме жағдайларды басынан кешіру керек та. Себебі әр жағдайды мысалға кешірсең, басыңнан кешірсең, ертең рөл ойнағаныңда сол жағдайларды сен миыңде тұрады ғой, запас болып. Сол жағдайларды көріп, біліп тұрып, соны сен қолданасың рөлдеріңде. Сондай фантазиясы болу керек. Енді өмірден әмме затты көре алмайды актер. Әмме затты басынан кешіру мүмкін емес. Қайғыны, қуанышты әмме заттан. Оны кітаптан, әдеби шығармалардан оқып, аз мағлұмат алса болады. Соның ішінде фантазиясы кең болу керек. Дөретушілік адамның. Рахмет. Демек, кітапты оқығанда да, рөлі атқарғанда да сол инсан образына шын қалыппен, шын жүрегімен кіре алу керек. Әлбетте. Табиғи тағы. Және бір бізде қызықты мағлұмат бар, яғни сіздің сол мағлұматнамаңыз оқыған кезде көплеген сол актерлық минет жолыңыздағы рөллеріңізбенен танысып қана қоймастан, қосықшылық тарауында да сіздің бірқатар жұмыстарыңыз бар екен. Неге ол тарауға үлкен ынтыбар қаратпадыңыз? Енді біздер кішкентай уақытымыздан сол менен кейінгі інім, мен өзім, сол біздердің апам, ажағаларым, папам, әммесі сол қосық айтуды жақсы көретін еді. Шаңырағымызда сол пианиномен кішкентай уақытымыздан сол папамлар қосық айтатын еді. Апамлар мысалы жұмыс істеп жүргенде ыңылдап қосық айтып жүретін еді мысалы да. Біздерге де сол өткен де, кішкентай уақытымыздан. Інім енді қазір сол қосықшылық тарауында жемісті минет істеді, әзір істеп жатыр. Аллан назар. Мен де сол қатары сол қосық айтуды яман жақсы көретін едім. Әзірде жақсы көремін. Енді біздерде өзімен бітіргенім Ташкент театральный институтында музыкалық театр актері факультетін біткердім. Ол жерде біздерге қосықтан сабақ беретін еді. Музыкалық театр актері бұл театрда рөл ойнап, анда қосық айтатын актер. Оркестрменен. Соның ішінде сол театрымызда музыкальный спектакльлерде, операларда рөл ойнадым. Музыкалық оркестрмен қосық ариялар айтып, мысалы. Одан кейін сол театрымызда болып өтетін сауға шоу программаларында өздеріміздің қосықларымызбен, интермедияларымызбен қатынастық. Енді айрықша мен қосық істегенде өзім халыққа қосықшылық тарауын давам еттіріп, өзім қосықшы боламан деген мақсатта істемедім. 5-6 қосық істедім, бірақ бұны өзіміздің театрымыздағы сауға шоу программасы үшін қосық айтып шықтым. Сонан кейін енді қазір ондан кейін сауға онша шықпай кеттік. Қосығым істелмей қалды. Әлбетте, ол талантыңызды негізі көпшілік біле бермейді. Сол театрдан алған мағлұматларымызда сондай бір жақсы мағлұматлар беріп, өзіміз де хайран қалғанбыз. Кезектегі сұрауым содан ібарат, егер сізге киноға, рөлге ұсыныс келсе, ең бірінші киноның мәнісіне қарайсыз ба, яки гонорар тарапіне жақсы қарайсыз ба? Мен гонорарға ұлыма қызыққан емеспен, әзірам қызықпаймын, ендігі жағында да қызықпасам керек. Әлбетте, бірінші алып отқан режиссерға қараймын, операторға қараймын. Себебі, егер режиссер, профессиональный жақсы режиссер болса, ол жаман кино алмайды. Дұрыс. Жаман актерлармен істеспейді. Қасыңда, атрапыңдағы актерлардан
жақсы актерлар танылайды ол. Одан кейін ол сценарийда кино сценарийда жаман сценарий алмайды, түсірмейді. Дұрыс. Киноның ең жетіскендігі сол режиссердің шеберлігі, сол операторларымыздың шеберлігі, сценарий. Егер режиссерлар күшті болса, актердан жақсы танылып біледі да олар. Дұрыс. Демек, ең бірінші фильмді түсіретұғын дүретушілік жәмәтке үлкен әтіба қаратасыз. Режиссер, оператор. Режиссер, оператор. Әжайып, күтілмеген жауап болды. Кезектегі сұрау сонан барады. Біз білеміз, бүгінгі күнде осы көркем өнер тарауында, театр әлемінде, кино әлемінде өзіңіздің гіреулі орныңызға ие тұлғасыз. Ал бүгінгі күнде сол жәмиетімізде жұлдызлық кеселіне ұшыраған деген сондай бір сөздер көп. Яғни ондай бір қасиетті сіздің бойыңызда біз көрмедік. Алдағы уақытта да көрмейміз деген үлкен сеніміміз бар. Сіздің оған көзқарасыңыз қандай? Жұлдызлық кеселіне негізі қандай адамдар ұшырайды? Білмедім, енді жұлдызлық кеселі деген ең ашынарлысы, кешірерсіз қапыңызды бөлдім. Бұл кеселік бүгінгі күнде сол жас талант иелері арасында көп ұшырамақта. Енді мен бұл жұлдызлық кесел неге теңлестіремен? Бұл жаслыққа теңлестіремен. Адам, мысалы енді жұлдызлық кеселі дегенге енді көбінесе жаслар ұшырайтұғын шығар, менімше. Жаслардың арасында көп шығар. Жаслар енді ең бірінші несін бір жұмысы мысалға бірден халыққа танып кетеді, бір қосықпен танып кетеді, бір рөлмен танып кеткеннен кейін онда алдын ондай сезімлер, бір ондай қошамет, мен оны көрмегеннен кейін аз-маз өзін бір жойтып қою, бір ұшырасатын шығар деп ойлаймын. Ол енді табиғи жағдай, ол инсанның өзіне табиғилігі бұл. Инсанның. Әмі адам жасылығында сондай болады. Сіз де болғансыз. Бірден. Мен жасылығымда ондай бірден бір неге нетпедім да мен. Мен әстен сол рөл ойнап, сол театрымыздан көтеріп бардым әстен. Рахмет. Келің сол жасыларға бір сіздің дәрежеңізге, сізден де ұлы актер һәм актрисалар бар, яғни ұстазларыңыз сіздің солардың дәрежесіне жету үшін бір қысқаша екі ауыз пікіріңізді айтып өтсеңіз, яғни жұлдызлық кеселіне ұшырап жүрген жастарымызға. Жұлдызлық кеселіне ұшыраған емес, енді әңгімесіне айту тиіс шығар. Әуелі ниет істеу керек. Егер көркем өнерді сүйіп, көркем өнерді өзіңде сүйуің керек та. Сонда ешқашан жұлдызлық кеселіне ұшырамаса керек. Егер ниет ететін адам істеген жұмысынан өзі қанықпай қарекет ете беретін адам, ол ешуақытта жұлдызлық кеселіне ұшырамайды деп ойлаймын. Дұрыс. Өзінің істеген жұмысынан, мысалға бүгін мысалы бір рөлді атқарсам, ондан жақсы рөлдерді атқаруым керек деп алдына мақсат қою керек, әрекет ету керек. Негізінде әрбір актер һәм актрисаның жүрегінде бір үлкен арзу, үлкен бір босық болады дейді. Яғни сіз өзіңізде алдағы уақытта қандай қаһарманды көргіңіз келеді? Тарихи фильм болсын, ол заманауи фильм болсын, осы Қарақалпақ кино тарауында өзіңізді қандай бас қаһарман ретінде көргіңіз келеді және? Енді дұрыс, енді қаһарманды ойнау әмме ниет етеді қаһарманларды. Бірақ мен қаһарманда емес, мен көбінесе сол профессионалдық тәрбиелеме, қандай кішкентай рөл болсын, үлкен рөл болсын, халықтың назеріне, халыққа әуелі қаһарман, кішкентай рөл емес, сол бір рөліменен халыққа жағуым,
оған бір халқымызға бір азымыз тәрбие беруім сол роль арқалы соның тарифтарыма. Одан кейін сол өзімнің кәсіптестерімнің пікірлері, мысалы жылы пікірлері. Маған солар ахметілеу, қаһарманнан көре. Дұрыс. Кішкентай мысалға бір маған қаһарман емес, ешбір басқа бір рөлдерге ұқсамаған рөлдерді атқарғым келеді. Басқаша. Мысалы, характер жақлама мысалға. Бір басқаша бір рөлдерді атқарсам сол маған. Өзіңізді басқа образларда да көргіңіз келеді. Әлбетте. Халқымыз арасында ұстаз шәкірт деген ұғым бар. Сіздің шәкіртлеріңіз бар ма бүгінгі күнде? Ұстаздарыңыз хақында кенен тоқтасақ. Әлбетте. Енді біздерде халқымызда гәп бар. Ұстаз шәкірт емес, шәкірт ұстазды таңдайды дейді ғой. Дұрыс. Сондай шәкіртлерімнен мына өзім Ажиназ фильмінде бірге ойнаған, Ажиназ рөлін ойнаған Арман Барақов шәкіртім. Сол институтқа кірместен алдым, сол маған хәуес етіп келіп, өзі келіп, ұстаз деп, сол ақыл кеңес сұрады. Азымыз сол оқуға кіру жағдайында азымыз бір өзім кеңесімді бердім экзамендерге таярлық барысында. Әзірде де көз сүймесін сол аға інішілігіміз, ұстаз шәкірттілігіміз жүда жақсы бекке. Әзірім Құдайға шүкір шәкіртімізден айтып өту керек. Жақында ғана Қазақстан Ақан Сатаев режиссерлығында үлкен бір киноға, проектке, Рекеттер 3 фильмінде рөл ойнап, әзір Ташкент қаласында премьерасында қатынасты. Қазақстан қаласында кеше жақында ғана премьерасына қатынасып, жүда бір жақсы рөлдер ойнап жатыр, нәтижелер көрсетіп жатыр. Үлкен бір біз үшін қуаныш бұл. Зор жаңалық. Демек, Ажиназ фильмінде сіздің бір емес, екі үлкен жетістіктеріңіз бар десек те болады. Себебі сол Ажиназ рөлінің ересек рөлін өзіңіз ойнаған болсаңыз, орта жастағы рөлін сіздің шәкіртіңіз хақиқатында да Арман Барақов кәміне келтіріп, жақсы атқарып шықты. Әлбетте. Ал ұстазларыңыз кім? Сізге хәуес ететін шәкіртлеріңіз көп, яғни бүгінгі күнде сол студент жастар арасында да. Ал сіз кімдерге хәуес етесіз? Ұстазларыңыз кім? Мен хамме ұстазымнан хаммесіне хәуес етемін. Өзімнен үлкен театрымыздағы көп ұстазларға хәуес етемін. Әр қайсынан өмірлік болсын, жұмыстағы тәжірибесінен үйренгім келеді. Хаммесінен де. Енді олар жүда көп. Енді ең әуелгісі сол Өзбекстан Қарақалпақстан халық артисті Нажмадин Арсатбаев. Одан кейін Жалғас аға Сұлтабаев, Өмірбай аға Қосымбетов, Базарбай аға Ұзақбергенов, Базарбай аға Назарымбетов, Құрбан аға Қаландаров, жүда көп. Жұмагүл апа Сағындықова, Сұлухан апа Ғаниева, көп олар. Мені үлкен ұстазлардың хәммесін мен ұстаз деп айтамын. Дұрыс. Әлбетте, аталған бәрше Қарақалпақстан актер һәм актрисалардың дерлік бәршесі осы Қарақалпақстанда кино тарауын, кино мектебінің тәжірибелі актерлары деп біз беймәлел айта аламыз. Енді, әлбетте. Енді бұл көркемөнер тарауы, актерлық шеберлігі мысалға, тарауына кіріп келген адам жақсы ұстазға түсу, мысалы, институт уақытында жақсы ұстазлардан тәлім алу, олардың қолына түсу, бұл үлкен бақыт, әумет актер үшін. Біз Ташкент көркемөнер институтында сондай ұлы ұстазлардан тәлім алдық. Профессор
Аман Абдыразақов деген үлкен профессордан тәлім алдық. Ол профессор ұстаздан көп, бізді Қарақалпағымызда көптеген әзіргі ұстазларымыз сахнадағы, олар тәлім алған. Біздер сол ең ақырғы шәкірті болып қалдық. Аман Абдыразақовтың ұстазымыз, шәй жәннеттен болсын. Одан кейін Ұлыбек Зуфаров деген ұстазымыздан тәлім алдық. Одан кейін Сайдазым Мұратханов деген. Одан кейін Уктам апа. Ол сондай ұстазлардың қолына түстік біздер. Осы орында және бір сұрау пайда болды. Яғни ұстазы күштінің ұстамы күшлі деп дана халқымызда бекарға айтпаған. Сіз сол Ташкент қаласында тәлім алдыңыз жоғары оқу орнында. Сізбенен бірге оқыған группалас достарыңыз бар. Солардың арасында бүгінгі күнде халқымыз сүйген актер һәм актрисаларды қысқаша атап өтсеңіз бар ма? Әлбетте. Мен алдын айтқанымыздай, біздердің ұстазымыздың соншелі бір жақсы болғанлығы, біздерді Нүкіс қаласынан Аман Абдыразақов сайлап алғанлығы, бір группа Қарақалпақ актер қыз-жігітлерді. Бұл үлкен бір алдыны көзі ашық, бір алдыны көре алатұғын ұстазлар деп айтсақ та болады. Әзір сол менімен бірге оқыған, сол көркем өнерде бірге істеп жатырған сол қыз-жігітлер әммесі әзір сол халқымыздың нәзерінде. Бұлардан атап өтетін болсақ, Сарназ Анакулова, Мархабай Үсенов, театрымыздың көркемдік басшысы, Сағынбай Айымбетов, Бақтияр Жұматаев, Дәулет Атамұратов, Алпысбай Аманиязов, жүдә көп. Айнура Дәулетова, Гүлзар Өтегенова, дерлік әммесі театрымызда әмде сол Қарақалпақтың көркем өнерін, мәдениетін рауажландыруға, байытуға өзінің үлесін қосып жатыр. Әммесі дерлік әммесі. Көркем өнер һәмде мәдениетіміздің осы Қарақалпақ халқының үрп-әдет дәстүрлерін негізінде дүния сахналарында көрсетіп жүрген көркем өнер тарауы уәкілдері десек қателеспеген боламыз. Себебі қайсы бір халыққа қызықсаңыз, қайсы бір халықтың мәдениетін, көркем өнерін білуді қалесеңіз, ең дәслеп сол социал тармақлар болсын, я болмаса олардың фильмдерінен ақ, я болмаса бір спектакльдерден ақ аңлап алу мүмкін. Яғни көркем өнер һәмде мәдениет тарауы уәкілдері тикардан ойнайтын рөлдерінің өзі осы Қарақалпақ халқының үрп-әдет дәстүрлеріне, өзінің бір өз Қарақалпақ халқының өз алдына мінезі де болады ғой, бәршесі айдай анық көрініп тұрады. Солай екен, хәмеше сол халқымыздың мәдениетін, әдебиетін һәм көркем өнерін сол дүния сахналарына шығарып жүрген мәдениет тарау қызметкерлеріне біз халқымыздың һәм өзіміздің атымыздан еледе бәлен паруазлар дейміз. Рахмет. Қарақалпақстанда киноның сан тарихіне қарайтұғын болсақ, яғни біздің тарихымызға назар ташлайтұғын болсақ, аз, яғни бұл халқымыз арасында да бар гәп екені белгілі. Сіздің бұған пікіріңіз қандай? Енді расында да кейін уақытлары азлау түсіріліп жатыр. Бірақ мен ойлаймын да, қазір жеке Өзбекстан каналдарын көрсеңіз, бірдей мәнідегі, бірақ тек актерлар өзгереді, бірақ қарап отырсаңыз, әмесі бірдей мәнідегі сериаллар, кинолар көбейіп кетті. Әмесінің темасы бір олардың да. Енді мен ойлаймын да, бүйтіп көп айына бір кинолан істеп өйтіп халыққа көрсете бергеннен, сапасыз, мысалы киноны көрсете бергеннен, мысалға бір жылда бір мәрте, бір жылда екі мәрте, мысалы кино істеген, жақсы таярлықпенен, жақсы мәнсілі бір сценарийді алып, жақсы режиссерларменен
бір жылына бір мәрте мысалы Қарақалпақ фильм сондай кино түсіп тұрса, мен жақсы деп ойлаймын. Бір айына бір кино түсіргеннен сол жақсы шығар деп ойлаймын да. Дұрыс. Халықтың көңіліне ұнайтұғын сапалы һәм көп тамаша көңілге ие болады. Әлбетте, халыққа бір өзінің тәрбиялық жақтан тәрбиясын көрсететұғын, үгіт насихатлай тұғын, халық өзіне бір мәдени азық алатұғын фильмдерді түсірілсе. Негізінде Қарақалпақ халқы кино ықыласпеншілері киноға шөллеген. Оны біз Әженияз фильмінде көрдік. Һәм сондай бір өзінің жеке арзуларым болды. Қане енді осы Қарақалпақстанда да кино тарауы тез, пәтпенен жедел түрде рауажланып кетсе екен деп, бәлкім алдағы уақытта бұл арзуларымызда орланып қалар. Әлбетте, Құда қаласа. Демек, бүгін сіздерменен біргелікте Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Әженияз фильмнің бас қаһарманы көп жүрсін Алланазаров пенен жақсы бір тәрбиялық ахметке ие болған, сәубет болғаннан біз қуаныштымыз. Көріп тұрғаныңыздай, біздердің киноподкаст жойбарымызға берілген уақытта ұсыныңменен өз жұмағына жетпекте. Келің жойбарымыздан алдын халқымызға жақсы тілектеріңіз болса, мархамат. Әлбетте, отан шаңырақтан басталады дейді. Шаңырақ тыныш болса, отанымыз тыныш болады, тату болады. Соның ішінде әрбір халқымыздың әрбір шаңырағына аманшылық, татулық тілеймін. Бір не ниет қылған болса, бәршесіне жете бергей әрбір инсан халқымыздағы. Әмде халқымызды театрымызға шақырып қаламын. Театрымызға келмекте болың. Қарақалпақ фильмін Құда қаласа келешекте рауажландырып, жақсы киноларда дидар, экран арқылы дидар көрсу несіп ете берсін деймін. Рахмет, өз кезегінде сізге де дүретушілікте еледе бәлен паруазлар тілейміз. Жақсы фильмлерде, жақсы спектакльлерде ойнап, халқымыздың жүрек төрінен алып, сол замандастарымыз арасында мехір һәм мұхаббатқа үлкен құрметке бөленіп жүре беру несіп етсін. Амин. Рахмет. Рахмет. Әзиз достар, қадірлі телетамаша көйлер, сіздерменен бүгін киноподкаст жойбарымыз арқалы Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист көп жүрсін аға Алланазаров пенен болдық. Жойбарымыздың кезектегі санында қайсы мейман сіздердің шаңырағыңызда, қайсы актер мейман болуын қалайсыз? Әлбетте өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіз болады. Сіздерменен қоштаспаймыз, келесі көрсетулерімізде дидар көріскенше дейміз. Хош сау, аман болың. Сіздерменен бірге болған мен, бастаушыңыз Захида Шәрбаева, һәмде киноподкаст жойбары.